отандық ғылымды дамыту президенттің ең басты назарында деп айтуға болады. 10 жылдан бері кем дегенде шешілмеген мәселелер қазір шешіліп жатыр. Біздің ғылыми институттар қазіргі уақытта, Құдайға шүкір, осы мемлекет басшысының тапсырмасы қолдауының арқасында барлығында тиісті қаржыландыру бар. Және де бізде бүгін айтып отырғанымыз қаржыландыру жеткілікті, енді бізге керегі осы қаржыландыруды тиісті деңгейде игеру және де оның нақты нәтижесін болу. Ғылым қоры қазіргі таңда коммерцияландыруға бағытталған ғылыми жобаларды қаржыландырады. 151 жобаның қазіргі таңда 130 жобадай өздерінің алғашқы коммерциялық сатылым деңгейіне жетті. Олардың жалпы өздерінің өндіріп шығарып жатқан инновациялық өнімдерінің сатылым деңгейі 20 миллиард теңгеге жетіп қалды. Оның ішінде экспортқа шыққан өнімнің көлемі шамамен 400 миллион теңгеге жетеді. Есть такая работа лобби со стороны венгерских вузов, чтобы они получили казахских студентов. Это тоже отрадно, потому что это показывает то, что есть удовлетворенность со стороны профессорского штаба университета, ректора, на уровне ректора, есть удовлетворенность с работой ваших студентов. Так что я буду, конечно, все делать для того, чтобы эту программу дальше развивать. Университеттерді дамыту ол бірінші орында тұрған мәселе, бірақ оған қоса біздің Қазақстанда да шетелдегі ең сондай алдыңғы қатарлы университеттердің филиалдарын ашу жұмысы бойынша президент тапсырма берді. Бұл тапсырма бойынша біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біріншіден, өзіміздің азаматтарымыз, жастарымыз осындай университеттерде білім алуға мүмкіндік алады. Екіншіден, басқа да мемлекеттерден келіп, өз ақшасын төлеп, бұл да біздің экономикамызға келе жатқан инвестиция деп қарауға болады. Арнайы комиссиялар өңірлік еңбек нарығына сұранысқа ие мамандықтар тізбесін жасақтауда. Сонымен бірге осы мамандықтар бойынша қанша жаңағы адам студент қажет, соның бәрін бекітеді. 30 сәуірден бастап білім басқармаларының да мемлекеттік тапсырыс бөлінген мамандықтар туралы ақпаратты ресми сайттарына орналастырады. Сол жерден көруге болады.